Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы векторлардың скаляр көбейтіндісі. Ана сабақта біз векторларды скаляр қалай көбейтеміз, соны үйренгенбіз. Ал бүгін біз векторлардың арасындағы бұрышты қалай табатынымызды білетін боламыз. Ең алдымен теоремаға тоқталайық. Векторлардың скаляр көбейтіндісі олардың модульдерін сол векторлар арасындағы бұрыштың косинусына көбейткенде шығатын санға тең болады. Яғни А векторы көбейтілген В векторы тең А векторының ұзындығын көбейтеміз В векторының ұзындығына, көбейтеміз косинус фиға. Егер бұдан бізде А векторы мен В векторының көбейтіндісі 0-ге тең болса, онда біз А векторы мен В векторының перпендикуляр екендігін білеміз. Егер вектордың арасындағы бұрыш деп, екі вектордың арасындағы бұрыш деп, оларды бір нүктеден бастап салғанда пайда болатын бұрыштың шамасын айтамыз. Қарама-қарсы бағытталған векторлардың арасындағы бұрыш 180 градусқа тең, ал бағыттас векторлардың арасындағы бұрыш 0 градусқа тең болады. Қазір скаляр көбейтіндісінің формуласын өтеміз. А векторының координатасы А1, А2, А3-ға тең болсын. Және В векторының координатасы В1, В2, В3. Енді осы екі вектордың скаляр көбейтіндісі деп А1 көбейтілген В1 плюс А2 көбейтілген В2 плюс А3 көбейтілген В3 санын айтамыз. Ендеше міне алдарында тұрған мына формуланы дәптерімізге жазып аламыз. Енді осы векторлардың скаляр көбейтіндісіне қатысты 4 қасиет бар. Бірінші, А векторы көбейтілген А векторы тең болады А векторының ұзындығының квадратына, яғни ол 0-ден үлкен және 0-ге тең болады. Екінші қасиет, А векторы көбейтілген В векторы тең болады В векторы көбейтілген А векторы. Үшінші қасиет, жақшаның ішінде А векторы қосылған В векторы көбейтілген С векторы тең болады А векторы көбейтілген С векторы плюс В векторы көбейтілген С векторы. Төртінші қасиет, лямбда көбейтілген А векторы көбейтеміз В векторына тең болады, лямбда көбейтілген А мен В векторының көбейтіндісіне тең болады. Бұл қасиеттер бізде жазықтықта орындалса, сонымен қатар кеңістікте де сақталады екен. Енді осы векторлардың скаляр көбейтіндісіне байланысты бір есепті қарастырайық. А векторының координатасы 1, минус 2, 2-ге тең болсын. Және В векторының координатасы минус 4, 3, 0-ге тең болсын. Енді осы А және В векторлардың арасындағы бұрыштың косинусын есептеуіміз керек. Ол үшін манағы формуланы қолданамыз. А векторының ұзындығы көбейтілген В векторының ұзындығы көбейтілген косинус фи тең А векторы мен В векторының скаляр көбейтіндісі. Осы формуладан біз косинус фиді алып шығамыз. Ол үшін біз А мен В векторының скаляр көбейтіндісін бөлеміз А векторының ұзындығы көбейтілген В векторының ұзындығына. А вектор мен В векторының скаляр көбейтіндісінің мәнін табамыз. А1 көбейтілген минус 4 плюс минус 2 көбейтілген 3 плюс 2 көбейтілген 0. А векторының ұзындығы ол А векторының координаталарының квадраттарының қосындысы. 1-дің квадраты плюс минус 2-ның квадраты плюс 2-ның квадраты. Көбейтеміз В векторының ұзындығына. Ол үшін минус 4 квадрат плюс 3 квадрат плюс 0-ді түбірасында қосып, квадраттарын түбірасында қосып есептейміз. Сонда бізде алымында минус 10, бөлімінде 3 көбейтілген 5. Мына жерде минус 15-тен 10 қысқарып жүреміз, минус 3-тен 2 шықты. Ендеше косинус фи, яғни бізде минус 3-тен 2-ге тең болды. Міне біз А және В векторлардың арасындағы бұрыштың косинусын есептеп таптық. Қазір тағы да бір білімленден есеп қарастырайық. Координаталары минус 1, минус 2 және 5 болатын А нүктесі, минус 3, 2 және 1 болатын Б нүктесі және 0, 1, минус 1 болатын С нүктесі берілген. АБ және АС векторларының скаляр көбейтіндісін табу керек. Алдымен АБ және АС векторларының координаталарын табамыз. Енді кеңістікте берілген векторлардың скаляр көбейтіндісін есептеуге арналған
формуланы пайдаланамыз. Нәтижесінде 34 шығады. Сонымен балалар, вектордың скаляр көбейтіндісі туралы мағлұмат алдық, есептер шығардық. Қазір міне мына есепті өздерің шығара қойыңдар.